Қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біздер қызылшадан өте керемет рулет, яғни тіске басар дайындайтын боламыз. Ендеше менімен соңына дейін бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен біздер қызылшамызды осылай таяқшамен тесіп фольгаға орап, одан кейін духовкаға салып пісіріп аламыз. Қызылшамыз духовкада әбден піскеннен кейін сыртын тазалап, үккіштің ұсақ көзінен өткізетін боламыз. Қызылшамызды үккіштен өткізіп болғаннан кейін енді рулетіміздің бисквиттік негізін дайындауға кірісеміз. Ол үшін алдымен осы үккіштен өткізілген қызылшамызға кукурузный крахмал қосамыз. Жұмыртқаның ағын сарысынан ажыратып алып, сарысын қосамыз. Қант қосамыз және шағу майды қосамыз, яғни күнбағыс майын қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дәл видеодағыдай болу керек біздің қоспамыз, яғни массымыз. Одан кейін жұмыртқаның ағына біздер кішкене тұзды салып микселейтін боламыз. Жұмыртқамыздың ағы дайын болды. Мінекей төңкерген кезде ол ақпау қажет. Осыны жаңағы массымызбен араластырамыз. Силиконды крючкемен астынан асықпай жаймен араластыратын боламыз. Миксерлеуге болмайды. Араластырған кезде мұқият болу керек. Себебі біздің ақуызымыз өзінің көтеріліп тұрған, үлпілдеп тұрған қасиетін жоғалтпау керек. Барлығын араластырып болғаннан кейін противенімізге сапалы пергаментті қағаз төсеп, үстіне құйып, массымызды құйып болғаннан кейін тегістей қылып жағып шығамыз. Салмасына біздерге творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшік, тұздалған қияр және селедка қажет болады. Осылай вақтап турап аламыз, көбіктеп тұздалған қиярымыз, одан кейін сүзбелі ірімшікпен араластырып бисквиттік негізімізге жағып шығамыз. Одан кейін тазалап дайындап қойған селедкамызды дәл видеодағыдай орналастырып аламыз. Содан кейін орап тастаймыз. Дайын рулетімізді пищевой пленкаға орап, тоңазытқышта бірнеше сағат қойып аламыз. Одан кейін дастарханға қойып жей берулеріңізге болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, және де сіздің дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта менің каналымда өте керемет қажетті рецепттер болады.